Қалайсыңдар? В общем, кішкене настроение болмай тұр, потому что мынау шынымен укол салайын деп жатыр. Дайынсың ба? Жоқ. Еще ойлаңдаршы, бәрін алып спирт ұмытып кеткен. Спирттің орнына парфюм мені берген. Соны көтіне сеуіп, сондай дәмелесіне. Себебім. Еще мақта да алмаған қалай болады екен? Мақта дейсік бар, бәрі сол бір нәрсе ғой, мақта сияқты бәрі. Кішкене сенбей тұрмын саған. Неге? Шприц қандай ма? Әдейі андай шприц алдық қой, жіңішке қап, чтобы. Қазір мен ауды жоқ қояйын, жауызмақ. Пока бұл дайын. Жат енді. Жат енді. Может, тұрып тұра? Тұрып тұрасың ба? Қалай болады? Бит тұрып тұра едейін. Кетті, бля, маған ашам деп. Кән, көрсетші? Мен ашам деп, жаңғара. Ужас. Сен точно оғыз аламазың ба? Сен көзім қанадатын сияқтың что-то. Қанамайды, просто аман ашам деп қанап кетті қолым. Давай жатшы, бош дейсің. Жоқ. Не? Бля. Так, кеттік. Бір видео түсірейін дегенім да соған. Осындай жағдай болып отыр пока что. Үстіне киіп алған көрдің бе? Жарасып тұр негізі. Ондай алдың енді. Болмайды. В общем, достарым. Одан да қатты түсем деймін. Мен просто кожам как-то чувствительно. Саған жоқ па? Давай, ізін қалдырып істейші. Стай тұршы. Күшті тұршы. Менде ізі қалмайды. Кожам сондай сіркеніп кетті қараш. Түркеніп тұр, кішкене қалды ғой саған. Күшті болып тұр енді. Сонда ойлап отырмын да, сонда мен ұйықтап қалғанда осында келе алмай қалатын едім ғой деп отырмын. Сонда сен жалғыз өзің келетін едің, иә? Өзің болғанда қызсыз келетін бе едің деймін. Қызсыз келгенде былай ғой, тауып алса ол проблема емес деген сияқты ғой. Да? Қашан тауып алатын едің? Жан-жан бәрі билеп алды. Ужас. Жарайды енді. Ештеңе демей-ақ қояйық. Осындай видта отырмыз, күшті болайын. Музыка. Аңғарашы, андай отыру керек еді менде. Сол күннің астында мына жаққа барған кезде ыстық болады да, сол үшін кешке отырайық деп отырмын. Кешке, иә, кешке дұрыс. Bu жақта енді кешке қыдыру керек сияқты негізі в основном, иә? Желание жоқ тұр, иә. Ұйықтап тұрғанымыз күту керек пе деп ойлап тұрмын. Мына жақта мысықтар үсіп, қорықпай жатады екен, қараңыздаршы. Бізде мысықтар қашып жүреді ғой. Енді біз тамақ ішіп болдық сол енді. Осындай атмосфера болып тұр. Не болды? Сразу жаман ойлап. Бұрынғы сторисқа просто прикол ретінде сала салдым, иә? Біз вообще айгүл екеуміз. Мынандай жерде жүріп. В общем, осындай вид болып тұр, қараңыздар. Көріп тұрсыздар ма? Мына апайымыз жақсы билеп жатыр. Әкетіп жатыр міне. Оппа. Оп. Негізі адамдар біледі ғой, телеграмға салып жатыр ғой, қызық нәрсенің бәрін. Стористі алдап қоясың да, короче, осындай уатыр деген сияқты. Айгүл анық отыр. Кино біз. Ішінде кішкене. Болып тұрады. Иә, мороженое.